Баланың ең бірінші үйренетін сөзі ана. Ана дегеннен асқан әдемі, жылы, алғыс сөз бар ма? Қиын кездерімде ең бірінші есіме түсетін адам, әрқашан жанымнан табылып, маған жігер беретін анам. Қаһарлы желде аштықты тойдырса да, балаларын дәмді аспен тамақтандырады. Таяқтай жіңішкерсе де, балаларының қамын ғана ойлайды. Оның махаббатын сипаттауға сөз жоқ. Анашым, сіз махаббатсыз. Егер бұл балалар үшін болса, аналар бәрін жасай алады, тіпті өз өмірін де құрбан ете алады. Ана 8 аяқ жұмыртқалары жарылып, әлемге бармай тұрып, үңгірден бірде бір рет шықпайды. Себебі тығыз жабысып тұрған. 100 000 жұмыртқаның ыдырап кетпеуі үшін, жұмыртқаның арасына ауа үрлеуі керек. Жұмыртқалар шыққан кезде, ана 8 аяқ өзінің жаңа туған сәбилерін бар күшімен су бетіне итеріп жібереді. Сосын ол өледі. Ана император пингвин жұмыртқаны қатты басады. Жұмыртқаны өсіруге тым шаршады, бірақ оның демалуға уақыты жоқ. Балапандарын тамақтандыру үшін, балық аулау үшін -60 градус Цельсий қатты суыққа төтеп беріп, теңізге қарай жүруге мәжбүр. Құлпынай улы жебе бақасы тырнақтай кішкентай. Жұмыртқалары жарылып, бақаға айналғанда, ана бақа балапандарын бір-бірден арқасына көтеріп жолға шығады. Ол ағаштың үстінде орналасқан, балапандарын емізу үшін микро бұлаққа барады. Ана бақа үлкен күш жұмсап ағашқа шығады. Арқада сәби мен Empire State Building'ге көтерілу сияқты қиын. Дегенмен ана бақа әр балапанды ағашқа барады, сонда олар үшін қауіпсіз. Бұл кішкентай тіршілік иесінің де аналық махаббаты зор. Ана махаббаты шынымен жұмбақ. Аналарға балалар үшін болса, кез келген азапты елемеуге мүмкіндік беретін аналық махаббаттың қайнар көзі неде? Зерттеулер көрсеткендей, ана махаббаты гормондардың эстроген мен прогестерон теңгеріміне қатысты. Ғалымдар ана махаббаты үйренген нәрсе емес, тағдыр дейді. Олар аналық сүйіспеншілік түрді сақтау үшін тұқым қуалайды дейді. Адам әйеліне Хауа деген ат қойды. Себебі ол өмір сүруші адамзат атаулының түп анасы болатын болды. Алғашқы әйел Хауа есімінің мағынасы өмір. Балаларына өмір сыйлау ананың тағдыры. Сондықтан да ана жанын беруге мәжбүр болса да, балаларына өмір сыйлайды. Осылайша Құдай адамды өзіне ұқсас әрі бейнелесетіп, бірін еркек, бірін әйел қылып жаратты. Жер бетіндегі аналар көктегі ана бейнесінде жаралған. Аналық махаббат көктегі ананың ұлы махаббатын көрсететін көлеңге. Құдай әке бар сияқты, сіз ана Құдай бар деп ойлайсыз ба? Биологиялық тұрғыдан алғанда, еркек пен әйелдің болуы міндетті емес. Солай бола тұрса да, аталық пен аналықтың болуын берілген нәрсе деп санайтын себебіміз. Айналамыздағы организмдердің көпшілігі жыныстық көбеюді ұстанғандықтан, яғни әке мен ананың генетикалық материалының қосылуы арқылы жаңа организм пайда болады, және ол келесі ұрпаққа беріледі.
Өсімдіктер, жәндіктер, тіпті саңырау құлақтар да өмірді аналарынан алады. Дегенмен әке мен шеше арқылы ұрпаққа өмір сыйлау жолы дара жынысты көбеюден қауіптірек. Өйткені олар төлдерін дүниеге әкелгенше неше түрлі процестерді бастан өткеріп, асыл тұқымды игілікке жаратылған. Түрлі түсті қауырсындар мен әндері көбінесе өмірлерін қатерге тігеді. Соған қарамастан, неге барлық тіршілік иелері өмірді анасы арқылы алады? Сенің еркіңмен ол жаратылды, және бола да береді. Анадан өмір алу Құдайдың қалауы. Олай болса, Құдай неліктен барлық нәрсені аналарынан өмір алу үшін жаратты? Құдай бізге физикалық өмірімізді, физикалық аналарымыз бергені сияқты. Мәңгілік өмірді де көктегі анамыз беретінін көрсеткісі келді. Әрбір тірі ағза анасынан алған өмірінің ұзақтығын ғана өмір сүре алады. Демек, мәңгілік өмірді тек мәңгілік өмірге ие Құдай ана бере алады. Құдай енді біз өзімізге ұқсас әрі бейнелес етіп адамды жаратайық. Құдай жалғыз ғана емес, әке. Егер Құдай әке ғана адамды жаратқан болса, онда ол мен өзіме ұқсас әрі бейнелес етіп адамды жаратайын деуі керек. Дегенмен киелі кітап Құдай адамды Құдайдың бейнесінде жаратты деп үйретеді. Оларды еркек пен әйел етіп жаратты. Құдай адамды өзіне ұқсатып жаратқанда еркек пен әйелдің жаратылғаны. Құдайдың әкенің еркек бейнесінің және Құдай ананың әйел бейнесінің бар екендігінің дәлелі. Көктегі әкеміз. Христиандар киелі кітаптағы ілімдерге сүйене отырып, Құдайдың ер бейнесін әке деп атады. Сонда Құдайдың әйел бейнесін қалай атау керек? Көктегі Иерусалим ерікті біздің рухани анамыз сол. Физикалық әлем бізге рухани әлемді көрсету үшін жаратылған. Жердегі киелі орын арқылы бізге көктегі киелі орынды көрсеткен Құдай, бізге жердегі отбасы болса да көктегі әулетті де танытты. Құдайдың көлеңкесінде көрсететін жердегі отбасы әке, ана, бауырлар мен апалардан тұрады. Сонда көктегі отбасы неден тұрады? Иса бізге рухтарымыздың әкесі бар екенін үйретті. Көктегі әкеміз. Туған әке-шешелеріміз бізді тәрбиеледі. Біз оларды қастерлеп, сыйлап келеміз. Ендеше шынайы өмірге ие болу үшін көктегі рухани әкемізге одан бетер мойын сұнуымыз керек емес пе? Апостол Паул бізді рухани әкеміздің балалар ретінде өз міндеттерімізді орындауды үйретті, сол сияқты біз адам әкелерімізді құрметтейміз. Жердегі отбасында балалар бар. Жердегі отбасының шындығы болып табылатын аспандық отбасында да балалар бар. Мен сендерге әке боламын, ал сендер рухани ұқыздарым боласыңдар. Көктегі отбасының көшірмесі болып табылатын жердегі отбасында балалардың оларды дүниеге әкелген аналары бар. Дәл осылай көктегі шаңырақта мәңгілік өмір сыйлайтын көктегі ана бар. Көктегі Иерусалим ерікті біздің рухани анамыз сол. Анасыз өмір туа алмайды. Осылай рухани анасыз мәңгілік өмір жоқ. Қазір Құдай ана өз балаларын бүкіл әлемге шақырады.
киелі рух пен қалыңдық келе көр деп шақырады. Мұны естіген әркім де келе көр десін. Жаны сусаған әркім сыйлық ретінде шынайы өмірдің суын қабылдасын. Анасыз өмір жоқ. Өтінемін, көктегі анаға өмірдің қайнар көзі болып, көктегі патшалықты мұра ету үшін мәңгілік өмірді алыңыз. Құдай ана тұратын Құдайдың шіркеуіне келіңіз. Бұл заманда біз Құдай анаға сенсек қана мәңгілік өмірге қол жеткізе аламыз.